80% деген ол менің айтқаным, мысалы мен көрген 10 оқиғаның 8-і деген сөз. Түсіндің ғой? Мен көрген 10 оқиғаның 8-і, демек ол 10-ның 8-і 80%. Сіз көрген 10 алаяқтың 8-і, 10 намаз оқитынның 8 алаяқ емес, сіз көрген 10 алаяқтың 8-і намаз оқиды. Намаз оқиды. Халықтың түсінбей жатқаны осы сияқты. Түсінбей жатқаны емес. Бұл ойын жалғастырайын абай. Бұл қарашы өзің, қаншама танымал адамдар бар. Біреу тәңіршіл, біреуі әсіре діншіл. Бұлар әлеуметтік желіде күнде дауласады. Бір-біріне ауыр сөздер айтады, басқасын айтады. Бірақ неге менің айналамдағы әңгімені осыған бұрғысы келді? Қазір қараңыз. Бұлар бір топқа жинау керек та, діншіл адамдарды мемлекетке қарсы пайдалану үшін. Осыны түсініп алыңыз. Хиджаптан бастады, қазір маған ұласты, бұнымен тоқтамайды. Қазір алдын алмаса, мемлекет болып шешім шығармаса, бұнымен тоқтамайды. Сосын әдем әкелді, мойындаймын, бастар жетті, істеді. Міне Ринат Өстіп айтып жатыр, сендерге намаз оқитындарға қарсы деді. Неге? Бұл әсіре діншіл қауымның емес, қарапайым діндегі қауымның да ызасына тиіп, қоғамда шу тудыру. Енді олардың келесі қадамы не болатынын да мен саған айтып бере аламын осы жерде.